Психология деген бұл жанның ауруын зерттейтін ғылым. Қазақилық құндылық деген бізде қазір өшіп бара жатыр. Еліктеушілік ол бірінші кезекте жаңағы депрессияға алып келеді. Адам өзін біреумен салыстыру. Біз таңнан кешке дейін баламызға арнайы уақыт бөліп жатырмыз деп айта алмаймыз. 99.9% осы балалық травмадан көрген қандай да бір зардабы деп айтуға болады. Қиындыққа тап болған кезде әуелі көмекті Алладан емес, психологтан сұрап жатады. Сіздіңше бұған не себеп? Діни білімсіз психологқа баруға мен өзім қатаң тыйым саламын. Аллахқа тәуекел ету өте маңызды. 16 жасымда жетім қалған. Аллахқа қатты тәуекел еттім және үміт еттім. Дәл қазір мен кіммін? 5 жылдан кейін мен кім боламын? 10 жылдан кейін мен қайда барамын? 20 жылдан кейін мен не істеп отырамын деген сұрақтарды қоятын болса адам, ол ары қарай примерно өзінің бағытын таба алады деп ойлаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах тағалаға сансыз мадақ, шексіз шүкірлер болсын. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедке Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Әрбір адам өзіне берілген ғұмырын саналы түрде өткізгісі келетіні ақиқат. Иман еткен пенде әрбірісін Алланың атымен бастап, қиындыққа тап болғанда сабыр етіп, қуанғанда шүкіршілік танытады. Дегенмен кейде қоғамда орын алып жатқан әртүрлі оқиғаларға куә болып жатамыз. Тағдырдың сынағына тап болған кезде шарасыздыққа салынып, өз-өзіне қол салу, ішкілікке салыну, тіпті отбасы аманатын бұзу секілді оқиғалар орын алып жатады. Бұл сұрақтарға сұхбатымыздың бүгінгі қонағы рухани тренер, коуч Ғалия Оралбайқызы жауап беретін болады. Ғалия ханым, қош келдіңіз. Ғалия ханым, алғашқы сұрағымызды жалпы психология ғылымының ислам дінімен сабақтастығынан бастасақ. Жалпы дінімізде психология жайлы не айтылған? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қош көрдік. Дінімізде, исламда, яғни психологияны әлбетте қолдайды. Себебі психология деген бұл психиканы зерттейтін ғылым, яғни жанның ауруын зерттейтін ғылым. Жанның ауруы әлбетте бар. Құранда Аллах тағала нәпсі туралы бізге бірнеше рет айтады. Әй орныққан нәпсі деп айтады. Және Исуф пайғамбардың сөзі Құранда айтылған, расында да нәпсі қарсы келуші деп. Яғни адам өзінің нәпсісімен осы дүниеге келгеннен бастап өлерге дейін күресіп өтеді. Яғни жанның ауруы бар дегенге мына ғалымдарымыз, ғұламаларымыз барлығы бір ауыздан келіседі. Осы психология жанның ауруын қандай да бір себеп салдарын тауып, осы өмір деген жүйеге, өмір деген үлкен жүйе ғой, осы жүйеге қайта келуіне бір себебін тегізеді. Ислам психологияны құптайды деп мен өзім бір ауыздан айта аламын. Ал енді мұны жалпы заманауи зерттеушілердің дерегіне жүгінетін болсақ, жер бетіндегі жүрек ауруынан кейін ең көп таралған дерт бұл депрессия екен. Бұл әсіресе жас бойжеткендердің, әсіресе өтпелі уақыт кезеңінде бойынан көптеп табылып жатады. Жалпы бойжеткендердің, қыз-келіншектердің бұл шарасыз күйге түсуіне не себеп? Бұл жерде енді әуелі ата-ананың рөлі бұл жерде өте маңызды деп ойлаймын. О бастағы тәрбиенің рөлі өте маңызды деп ойлаймын. Себебі о баста қазақилық құндылық деген бізде қазір өшіп бара жатыр. Қанша жерден банально болса да, мына батысқа еліктеп жатырмыз. Әлеуметтік желі тікелей осы біздің жасөспірімдердің жүйкесіне, халіне өте қатты әсер етеді деп айта аламын. Себебі әлеуметтік желіде біздің 90% уақытымыз өтеді. Жасөспірімдердің көбісі. Және де осы әлеуметтік желіде барлығы өзінің қайғырып жатқанын, немесе қандай да бір проблемада болып жатқандарын салмайды ғой. Олар көбінесе өздерінің бақытты өмір күйін кешіп жатқандарын салады. Қыдырып жатқандарын, қандай да бір жаңағы трендовый, брендовый заттарды алып жатқан жаңағы жасөспірімдер қалай махаббатқа шомылып жүргендерін. Сол кезде мына біздің қоғамдағы осы виртуальный өмірді көріп, осы дәл қазіргі өмірге
мән бермей кеткен жастар, олар өздерін салыстырмалы түрде қарай бастайды өздеріне. Барлығының өмірі керемет, менің өмірім осындай деген сияқты. Еліктеушілік. Еліктеушілік ол бірінші кезекте жаңағы депрессияға алып келеді. Адам өзін біреумен салыстыру. Көп психологтар айтады, ешкіммен өзіңді салыстырма деген сияқты. Осы сөзді көп айтылады. Бірақ оны біз елемейміз. Жастар тем более елемейді. Өз-өздерін салыстырып, өз өмірлерін салыстырып, әке-шешесін салыстырып, жаңағыдай әлеуметтік желіде кейде жасөспірімдер салып жатады, қандай идеальный олады әкесі, қандай идеальный шешесі деген сияқты. Оның бәрін көріп, оның бәрі психикасына әсер етіп, осы тұрғыда депрессияға алып келеді. Бұған енді осыны қадағалайтын әке-шеше болу керек деп ойлаймын. Қазақилық тәрбие беретін, қазақилықтың құндылығын көрсететін. Жалпы балалық жарақатта осындайдан пайда болып жатады, иә. Кейде мысалға ата-аналар күйбең тіршіліктің әуре сарсаңымен жүріп, баланың кигені көк болсын, жегені тоқ болсын деп жүріп, көп уақытын қызметке арнап жатады. Салдарынан ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынас алшақтап кетеді. Сіздіңше бұл балалық жарақатқа, яғни балалық травмаға қаншалықты әкелуі мүмкін? Бұл негізі балалық травмаға әкелетін бірден бір себеп негізі осы. О баста жаңа мен сізге айтып өткендей, әкеге қарап ұл өсет, шешеге қарап қыз өсет дейді ғой. Ал әке мен шеше күнделікті күйбең тіршілікпен таң атқан кеш батқанға дейін жаңағыдай жұмыстарында өздерінің. Көпшілікке топырақ шашпай-ақ өзімізді алып қарасақ, біз таңнан кешке дейін баламызға арнайы уақыт бөліп жатырмыз деп айта алмаймыз. Бірақ осы мына қиын заманда бұл әлбетте керек. Себебі қазір көріп жатырмыз, қаншама адамдарына депрессияға шалдығып жатқан адамдардың 99.9% осы балалық травмадан көрген қандай да бір зардабы деп айтуға болады. Көбісі осы балалық травмамен өздерінің сәтсіздіктерін, өздерінің жаңағы депрессияға ұшырағандарын, қандай да бір өмірлік қиындыққа тап болғандарын осы балалық травмамен өздері байланыстырып жатады. Жаңағыдай коуч-сессияға келген кезде. Бұл өте қатты әсер етеді, себебі балаға көйлектен гөрі, тамақтан гөрі жылулық, махаббат ол маңыздырақ. Үлкен адамның өзі, қарт адамдарға қарап атсаңыздар, обратный отчет кетеді, олар балалар сияқты. Олар жаңағыдай көйлегін әперіп атсаң да, бір жаққа барып, қажылыққа барып жатсаң да, кейде аналары жаңағыдай баласына бір өкпесін айтып отырады. Сол кезде баласы ойлайды, осы саған не керек, анау мен сен үшін бәрін істеп жатырмын ғой деген сияқты. Сол кезде жаңағы қарт адамның ішіндегі бала версиясы ол сол кезіндегі махаббатты әлі аңсап жүр деген сөз. Яғни әрбір адамның ішінде бала бар. Ол бала міндетті түрде махаббатты аңсайды, міндетті түрде жылулықты аңсайды. Және контакты ол өте маңызды. Жаңағыдай ақшадан гөрі, қандай да бір социальный бір, қалай айтсам екен, дүниеден гөрі осы шынайы махаббат, шынайы адамның халін білу, шынайы қандай да бір жағдайда жанында болу, көбінесе жанында болу деген нәрсе, ол жаңағыдай біреулері айыптап оны түсінген сияқты өзінің бір ақылын айтып жатады. Жоқ, адамға тек қана құрсын жаныңда болсан, үндемей-ақ жанында соның қандай да бір жаңағыдай потребностарын іс-әрекетке айналдырып тек жанында болған көрсетсең, осының өзі адамға үлкен көмек болар еді. Машалла. Аллах Тағала өзінің қасиетті Құран-ы Кәрімінде айтады ғой, жүректер тек Алланы еске алумен тыныштық табады дейді. Бірақ адамдар қиындыққа тап болған кезде әуелі көмекті Алладан емес, психологтан сұрап жатады, психологтың көмегіне жүгініп жатады. Сіздіңше бұған не себеп? Бұған енді бірден бір себеп, бұл себеп енді үлкен себептердің бірі деп айта аламын. Бұл иманның әлсіз болуы. Иманның әлсіз болуы. Негізі осы психология саласын зерттеген кезде, психология саласына келген кезде, немесе жаңағыдай психологқа барар кезде адамда базалық діни білім болу керек негізі. Діни білімсіз психологқа баруға мен өзім қатаң тыйым саламын. Себебі психология деген о баста батыс елдің ғылымы да, батыс елінің ғылымы, және де о баста осы ғылымды ашқан ғалымдар, олар мұсылмандардан болмаған. Сондықтан олардың санасы Аллахын танымаған санада, және де оның кейбір келіспейтін жаңағыдай өздерінің мағлұматтары, түсініктері бар.
убеждение дейміз ғой. Осы убеждениені қазіргі біздің әлеуметтік біздің қазіргі жастарға ол убеждениені қойған, ол адамды адасуға апарады. Көбінесе жаңағыдай қандай да бір өмірлік сынақтарға тап болған кезде психологқа баратын адамдардың көпшілігі ол иманы әлсіз адамдар. Осы тұрғыда мен сондай күйзеліске шалдыққан адамдарға ең бірінші тоқтап Аллахын танудан бастасын деп айтқым келеді. Рухани азық. Рухани азық әуелі. Жалпы қазақта да айтады ғой, бір керемет сөз бар. Бір тәуекел бұзады, мың қайғының қаласын дейді. Яғни Аллах тағалаға тәуекел етудің маңыздылығы қаншалықты үлкен? Өте маңызды. Өте маңызды. Мен өзім үнемі айтып жүремін. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил деп. Жаңа сіздерге эфирға келе жатқан өзінде ішімде қандай да бір қобалжу болды. Бірақ сол дұғаны шын жүрекпен айтқан кезде расымен де барлық күмән, қандай да бір өзіме деген сенімсіздік жоқ болып кетті. Бұл менің өмірде практиковать ететін дұғаларымның бірі. Аллахқа тәуекел ету өте маңызды. Өте маңызды. Себебі бізді жаратқан, біздің авторымыз ол Аллах тағала. Ол біледі қандай ситуацияда біз өзімізді қалай көрсетуіміз керек екен, және де ол жүректі басқарады, ол сананы басқарады. Мысалы үшін жаңағыдай көбінесе жасөспірімдер экзамен, жаңағыдай бір неге кірерде қатты қобалжып, өзіңіз білесіз, осы жазда көптеген суицидтар болды. Сенімсіздік танытады Аллахқа, мысалы. Толыққанды сенбейді, тәуекел арта алмайды. Оған себеп тағы да әке-шешенің о бастағы тәрбиесі деп айтуға болады. Және қоршаған ортаның тәрбиесі де. Себебі қоршаған орта көбінесе бізде Аллахқа тәуекел ету деген жайлы имамдардан басқа ешкім айтып жатпайды. Жаңағы үйдегі тәрбиесі олай ешкім айтып жатпайды. Аллахқа тәуекел ету бұл өмірдегі әуелгі адамның бір правила дейді ғой. Правиласы болу керек. Қандай жағдайда болмасын, Аллахқа тәуекел. Сол кезде адам ешқандай депрессияға да қатты ұшырамайды. Себебі ол қолынан келген барлығын жасайды. Ол адам ғой, ол қолынан бәрі келмеуі мүмкін. Ол қолынан келгенінше жасайды, ал келмеген ол отырады да Аллахқа тапсырады. Сол кезде оның хайыры бар ма? Бар болса Аллах оны шешеді. Хайыры жоқ па? Оны Аллах шешпейді. Яғни оның хайыры жоқ. Оған ол жамандық әкеледі. Өйстіп ол жүрегінде өзінің тыныштық табады. Машалла. Ғалия ханым, енді сөбелі сұхбатымызды өзіңіздің жалпы қазақ қыздарына, қыз келіншектеріне айтар ақыл кеңесіңізбен аяқтасақ. Мен негізі 16 жасымда жетім қалғам. Сол кезде арнайы бір ақыл айтып, енді ол да өтпелі кезең ғой негізі, 16 жас деген. Арнайы бір ақыл айтып, отырғызып, сенің енді бағытың осы дейтіндей адам болған жоқ. Бірақ о баста тәрбие, ислами тәрбие болғандықтан мен жаңағыдай өзіңіз айтқандай Аллахқа қатты тәуекел еттім және үміт еттім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның соңғы сөздерінің бірі Аллах туралы жақсы ойлаңдар дейді. Яғни біз көбінесе жаман ойлауға бірінші жаман ойлауға бейім болып тұрамыз. Ой ол бөлек нәрсе, ал адам ол бөлек нәрсе екенін естен шығармау керек. Психологияда ой мен адамды екі бөлек нәрсе деп айтады. Яғни сіздің ойыңыз дәл қазір жаман болып тұрса, қандай да бір болашаққа деген көзқарасыңыз онша емес болып тұрса, өзіңіз туралы жақсы ойлай алмай тұрсаңыз, ол сіздің ойыңыз емес. Ол ойыңыз бөлек болып тұрған нәрсе. Ол сіз бөлек, яғни сіз оны басқара аласыз. Мен осыны 16 жасымда түсінген сияқты болдым. Себебі мен қатты Аллахқа үміт еттім. Және де өзіме арнайы бір жоспар құрдым десем болады. Енді ол кезде мен психологияны қатты білдім деп айта алмаймын, бірақ енді мен ары қарай не істеуім керек деген өзіме сұрақ қойдым. Негізі адам өзіне сұрақ қойса, ол қандай да бір өзіне жолын, бағытын табады. Себебі ішкі түйсік деген болады адамда. Адам өзіне сұрақ қоймайды, өз-өзімен сөйлеспейді. Ол лучше үндемей тұрады да, үндемей өзінің ойымен арпалысып тұрады, чем өз-өзімен сөйлескенше. Мен осы тарапта жастарға, жас қыздарға, жігіттерге осындай бір кеңес берер едім. Өз-өзімен сөйлесу. Адам өз-өзімен сөйлесіп тұрса, өзіне сұрақ қойса, мен кіммін? Дәл қазір мен кіммін? 5 жылдан кейін мен кім боламын? 10 жылдан кейін мен қайда барамын? 20 жылдан кейін мен не істеп отырамын деген сұрақтарды қоятын болса адам, ол ары қарай
примерно өзінің бағытын таба алады деп ойлаймын. Және де Аллах тағала бұл дүниеге әр адамды қандай да бір мақсатымен әкелді. Айтады ғой Абай Құнанбаев, кетігін тапта бар қалам деп, иә, кірпіштің өзінің осы дүниеде атқаратын функциясы бар. Адамның функциясы болмау деген бұл жалған. Сондықтан да әр адам өзінің Аллахтың берген қандай да бір қасиетін, қабілетін анықтай білсе, және де сол қасиеті мен қабілетін шыңдауда жұмыс жасаса, сол кезде ол адам адаспайды деп ойлаймын. Машалла. Аллах тағала өзінің қасиетті Құран-ы Кәрімнің Бақара сүресінің 152 аятына «Мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын» дейді. Демек, Жаббар иемізді еске алу кірлеген көңілдерді тазартатын жүрек нұры һәм емшісі. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.